23 маусым. Елімізде мемлекеттік қызметшілер күні атап өтіледі. Мерекеге орай индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев әріптестерін кәсіби мерекемен құттықтады. Халқымызда билігі мықты елдің тірлігі берекелі болады деген ұлағатты сөз бар. Еліміздің табысқа жетуі мен дамуы көп жағдайда сіздердің қажырлы қызметтеріңіз бен жемісті жұмыстарыңызға байланысты екендігін ерекше атап өткім келеді делінген ведомство басшысының Телеграмдағы каналында. Мереке күні сонымен бірге индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінде аппарат басшысы Ерболат Мұқаевтың қатысуымен салтанатты іс-шара өтті. Ведомствоның бірқатар қызметкерлеріне министрдің атынан құрмет грамоталары мен алғыс хаттар табыс етіліп, үздік мемлекеттік қызметші төсбелгісімен марапатталды.